Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза осындай тұздалған қиярды қысқа әдемі қылып басып аламыз. Қиярыңыздың қыртылдақ әдемі болғанын қаласаңыз, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Қиярыңыз қыртылдақ әдемі болғанын қаласаңыз, жеген кезде күшті болып тұрған қаласаңыз, міндетті түрде осы хрен жапырағының астыңғы сабағын жуып тазалап салатын боласыз. Яғни пышақпен бөліп салып жіберсеңіз болады. Міндетті түрде осы ақ тамыр деуге болмайды, осындай аяқ жағын саласыздар. Бұны көп салуға да болмайды, хрен жапырағын. Бір банкеге біреуі болады, өйткені қышқыл дәм беріп кетеді. Енді қиярларды дайындаймыз. Жуып тазаланған қиярды жақсылап жуып аламыз, суға 1 сағат салып қоямыз. Содан соң суды төгіп, екінші қайта су құямыз. Содан кейін 2 басын алып тастаймыз қиярдың. Барлығын солай алып тастағаннан кейін 2 сағат тағы да суда тұрады. Енді бізге керек барлық заттарымызды дайындап қоямыз. Яғни тәтті бұрыш, сарымсақ, лабыр жапырағы, тұз, қант, және де мына қара бұрыштың ұнтақталмаған түрі деп айтылады. Яғни түйір түрін осылай, мен тек осылай кішкене ғана көлемде ғана видеоға түсіру үшін салып алдым. Негізі көп керек болады. Банкаларымыздың барлығын жуып тазалап алдық, 10-15 минут буға қоямыз. Мінекей осылай банкімізге хрен жапырағын кесіп саламыз. Содан кейін осының үстіне аскөк саламыз, яғни барлығы ұзын болып гүлмен тұрған аскөкті солаймен салып жібересіздер. Ол сіздің қиярыңызға ерекше дәм береді. Содан кейін реттілігімен барлығын салып шығамыз. Сарымсақ саламыз 3-4 дана, кесілген тәтті бұрыш саламыз, қара бұрыш саламыз, және де лабыр жапырағын саламыз 2 дана. Содан кейін қиярларымыздың барлығын көлеміне қарай орналастырамыз. Кесіп салсаңыздар да болады, дәл осылай салсаңыздар да болады, өз қалауыңыз бойынша. Барлығын толығымен орналастырып, ішіне бетіне дейін салып алсаңыздар да болады, себебі су құйғаннан кейін бұл басылады. Содан кейін үстіне қайнаған су құйып қоямыз. Ол кішкене жылыңқырап, суыңқыраған кезде оны төгіп тастаймыз. Содан кейін бірден 2 ас қасық толтырмай қант саламыз, 2,5 ас қасық тұз саламыз. Содан кейін осының үстіне аспирин дәрісін 2 таблетканы саламыз. Бұл бізде 2 литр банкеге салынып жатқан. 1 литрге бассаңыз, онда барлығын бір көлемнен азайтасыз. Дәріден 1, қанттан 1 қасық, тұздан 1 қасық, және де шай қасықпен толтырмай ұшымен уксус қышқылын құятын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін толығымен қайнап тұрған суда келіп бірден құямыз. Кейбір кісілер сұрап жатады, ыстық суды құйғанда атылып кетпей ма, банка сынып кетпей ма деп. Қасына жанына құймай тұрып қасық қойып қойыңыз, банкеге тегісіп, сонда сіздің банкіңіз сынбайды. Осылай бірден төңкеріп 24 сағатқа бүркеп жауып тастайсыздар, өзінің ыстығына өзі тұрады буына. Және де осындай түске енеді, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын.